бір екі сұхбат қойсақ, сұрақ қойсақ. Сіз бұл үлкен спортқа қалай келдіңіз? Жауабы? Толығырақ айтып өтсеңіз. Жалпы бір жыл болды келгеніме. Бір баладан өліп таяқ жеп, содан өшімді алуға спортқа келдім. Өшіңізді алдыңыз ба? Жоқ, аман. Одан кейін ашым басылып қалды. Дос болып кеттім одан. Керемет. Алға қойған арман мақсатыңыз жайлы. Геннадий Головкин сияқты болдым ғой, кәдімгі кәсіпқой боксшы. Өте керемет. Мысалға, Геннадий Головкиннің сіз білетіндей 3G деген лақап аты бар, иә? Сіздің қандай лақап атыңыз бар ма негізі? Бар ғой, 4G ғой. Жомарт Жексенұлы Жұмабаев. 4-ші G-ға келетін болсақ. Руым Жағалбайлы ғой. 4G, иә? Геннадий Головкин сияқты болған төппісің осында өскенде. Күлкілі ма саған, Күлкілі болып тұр ма? Николай Кижин, Сергей Райлян, Асхат Сағынаев, Жасұлан Айтен, Тұрсын Күзембаев. Бірінші